20 жасар ера клубта охранник болып жұмыс жасайды. Бір күні негізі күндіз студент университетте оқиды, ал кешкісін ол клубта охранник болып жұмыс жасайды. Себебі оның бойы здоровый спортсмен жігіт еді. Сөйтіп клубта охранник болып жүрген кезде, сменде, яғни жұмыста охранник болып жүрген кезде, қыздар, неше түрлі жастағы әйелдер келетін. Бір күні Майя деген бір әйел жалғыз өзі келеді. Жасы где-то бір 35-терде келген. Сөйтіп клубқа келіп бір өзі отырады, ішімдік ішіп, қасына ера сыртынан байқап тұрады, себебі Майя өте әдемі, фигурасы бар, дерзкий қыз еді да, былай қыз, жасы 35-те әйелі. Сөйтіп Майяның қасына барып, ераның старший келіп айтады: ана әйелді көрдің ба дейді, что-то жалғыз келді дейді. Барып сөйлесіп көрмедің ба по приколу, ана мына если что там көресің ғой қызығын дейді. Ераның ойында ешнәрсе жоқ, ера жарайды барып көрейін дейді. Ера барады да барып сөйлесіп көреді: саламатсыз ба, там ана мынау жалғызсыз ба, жалғыз келдіңіз ба деп. Таныса отырайық дейді. Майя айтады: сен кімсің дейді. Как-то Майя ашуланып отырады. Охранниксің ба, сен барып жұмысын жасасай дейді да. Сенің жұмысың адамдарға келіп танысу емес шығар. Қазір бастығыңа айтам, и саған жақсы болмайды, потом жұмысыңнан айырыласың дейді. Ера бүтілі болып қалды да, сосын кетіп қалады. Тұрады, сөйтіп сосын бір уақыттың өтуімен бәрі андай ішімдік ішеді, біреу билейді, үйтіп сөйтіп мас жігіт Майяға келіп тақалады да тиісіп, ана мына деп шашынан бір кезде тартады өзін өзі. Майя ашуланады: кет ара, ана мына. Сөйтіп сөзге келіп қалады аяқ астынан. Соны ера байқап тұрады. Сосын бір кезде ера қасына келеді да, ана жігітке айтады: бауырым қоя сал дейді да. Тиіспе, қызға тиіспесе дейтін. Охранник, сенің шатағың болмасын, сен анау мынау деп кәдімгі ераға тиіседі. Ера айтады: жүрші далаға сөйлесейік дейді. Ары тұр деп ераның көкірегінен бірақ тебеді ана ішіп алған жігіт. Ера тебеді, бірақ ераға ешнәрсе болмайды, орнында тұрады. Сосын Майя шошып кетеді: ойбай да ойбай. Ана жерде адамдар кәдімгі бәрі қарайды. Ера сабырлық танытады: қазір сөйлесейік, сыртқа қарай жүр дейді. Себебі ераның міндеті сондай бұзақылық жасаған адамды ұрмай сыртқа шығарып полицияға ұстатып жіберу керек еді. Себебі жұмыс солай. Себебі самосуд жасауға болмайды. Бірақ ера қатты ашуланып тұрады, бірақ ұстап тұрады. Сөйтеді, Майяға қайтадан жабысады, үйтеді, бүйтеді, ана жерін ұстайды, мына жерін ұстайды. Сосын ера енді даты әйел адамға тиіскеннен кейін алады да жұлқылап далаға алып шығып кетеді. Сөйтіп артынан Майя да жүгіріп шығады: ойбай, неғылма, үйтпе, бүйтпе деп ше. Өлтіріп қойма, басыңа бәле болады, қой құрсын, неғыласың, жаңағы полицияға беріп жібер дейді. Сөйтеді, сөйтіп келеді, полицияға оны беріп жібереді. Полиция шақырып, ұрмай соқпай. Сосын Майя айтады: жаңағы группит еткенім үшін кешірім сұраймын, кішкене ренжіс болып жатқан деп өзінің проблемасын айта бастайды бір кезде. Күйеуімен ұрысып қалған, ажырасып кеткен, содан кейін күйеуімен. Сонымен бүгін уақыттар өтіп, сол ажырасқаныма бір ай болып, бір айдай стресте жүрдім, мынау, жағдайын айтып жатырады да. Соған кішкене клубқа просто келіп отырайын дедім дейді, жалғыз өзім дейді. Бір өзгеріс керек болды дейді. Негізі мен клубқа келмейтін адаммын дейді. Сосын ерада әңгіме шығады, сөйлеседі: мынау дейді. Солай ма? Кешіріңіз енді мен барып солай сұрағаныма деп. Просто өте әдемі келіншекті, сіз сияқты көп жігіттер әңгіме айтады: кешірім сұраймын, енді менің жұмысым емес, әрине. Бір ешнәрсе айта алмаймын деп ше. Енді көреміз оны дейді. Жарайды. Сосын бір кезде Майя айтады: өзің кімсің, қайдансың, мынау деп кәдімгідей общениеге кірісіп кетеді. Ол айтып береді, студент екенін, осы жерде жұмыс жасайтын екенін, атым Ера, мынау, жарайды деп екеуі оңаша қалады. Сосын айтады, Майя айтады: мен үйге барғым келіп тұрған жоқ дейді. Мүмкін саған барармыз дейді да. Ера, сен қайда тұрасың дейді. Ера балдармен квартирада тұратын да, енді студент, жалғыз өзі тұрмайды, ақша көп кетеді дейді. Ера айтады: егер жататын жер болмаса, мен өзім үйім бар дейді. Майя айтады: үйім бар, просто үйге барғым келіп тұрған жоқ дейді да. Просто кішкене бір-екі күн осылай басымды тазалап жүргім келеді дейді. Үйге барсам воспоминания, мынау еске түсу деген көп болады дейді. Болды, жарайды дейді. Ера айтады: сабаққа бармай Ера квартира жалдап, сөйтіп бірге уақыт өткізейік деп Майя қоймайды ше кәдімгідей. Ера да енді кетер емес, Майя да кетер емес, сөйтіп квартира жалдап, 2 сутқа квартира жалдайды Ера. Сөйтіп сол жерде кішкене ұйықтайды ана кім келіп, Майя. Сосын бір кезде Ера қасында қалып өтіріктен басқа бөлмесінде ұйықтаған болады. Майя Ераны күтіп жатады да, стресін алам, үйтем деген сияқты беріскісі келіп конкретно айтқанда. Ера барады да жаймен жатса, Ера да өтіріктен білмегендей болып, басқа бөлмеде жатып, аяғын созып, телефон шықлаған болып, шатағы болмай жатады да. Бірақ қалтасына резинканы толтырып алған да Ера ше. Всякий деп қойған. Сосын
Майя шақырады Ераны. Ера кел дейді ғой. Көмектесші дейді. Сөйтсе андай іш киімі, үстіңгі жағындағы іш киімі типа шеше алмай жатқан сияқты болып жатыр дейді да. Ера бар өтіптен шешіп береді, сосын кетіп қалды қайтадан бөлмесіне қарай. Майя тағы шақырады. Басым ауырып жатыр, басымды ұстап берші дейді. Басын ұстап береді. Сосын тағы кетіп бара жатқан кезде Майя айтады ғой, не өтірік істеп жатсың ба дейді. Келсей дейді. Келеді Ера секрет үстіне қарай кәдімгідей аш қасқыр сияқты. Екеуі бір-бірін аймаласып сол жерде перісіп кәдімгідей ыңқылдатып жаңа Майяны кәдімгідей құмарын қандырады енді екеуі де. Сөйтіп 2 күн бойы періседі аналар тоқтамай жұмысына барып келеді, ана үйде қалады, тек ношқа шығатын еді. 2 күн сабаққа бармай 2 күн әбден перісіп Майяның кәдімгі несін шығарады, жаңағыдай бытышын шығарады кәдімгі төсекпен ше. Майя әбден риза, стресс кеткен. Сөйтіп Майя айтады Ераға, Ера кездесіп тұрайық, сенің қызың бар ма, анау. Мен негізі күйеуімнен бері ешкіммен періспеген, қосылмаған деген айтады да. Ера айтады, білмеймін енді дейді. Өздерің былай реально жүріп жүрген адам жоқ дейді. Не қылса квартирада тұрасың ба дейді, достарыңмен. Иә, достарыммен тұрам. Не қылса келіп менімен бірге тұрсашы дейді. Просто дейді, мен түсінемін дейді, сен үйленбейсің маған дейді, мен білемін, сен жассың, мен жасым үлкен, үйленбейсің білемін дейді да. Просто үйге келіп тұр дейді. Жалғыз өзіммен біртүрлі дейді да. Ера сол қасына барып, соның квартирасына барып тұрады. 6 айдай тұрады. 6 айдан кейін Ера білмеймін енді Майя жаман басы қатып қалады ғой, үйреніп қалады да бауыр басып ше. Кәдімгідей кете алмайды соның қасынан ше. Соңында Майяға айтады ғой, бүйтіп тұра бергенше кәдімгідей нормально үйленіп семья болып тұрайықшы дейді. Мен білмеймін енді что-то соның басым айналып қалды. Басқа қыздарды ойламаймын, басқа әйелдерді ойламаймын. Тек лучше былай кәдімгідей үйленіп неке қиып жаңағыдай келісіп кәдімгідей жақсы семья болып тұрайық, бұл былай жүрме болмас дейді. Майя айтады, сен әке-шешеңе не деп айтасың, әке-шешеме өзім түсіндіремін, потому что мен болмайды уже дейді, басқа қызға желание жоқ уже дейді. Жасың үлкен екен білемін, 15 жас үлкен екен, бірақ мен кәдімгідей басыма ұмытуға тырысып көрдім дейді біраз дейді. Басқа қыздарды ойлап көрдім, бірақ өйтіп енді уже басқа қызды алып сені ойлап отырсам, ол қызға да жаманшылық жасағым келеді. Просто мен сенімен бірге болғым келеді дейді конкретно. Тұрып, үйленіп, бала шағып. Сөйтіп сол үйленеді екеуі, кәдімгідей аралары 15 жас болса да ел әңгіме қылады, анау әңгіме қылады, әңгімеге қызық емес. Әке-шешесі главное иә деп айтады. Ұнатсаң болды бір-бірлеріңді деп. Сөйтіп екеуі семьялы болып, 1 жылдан кейін балалы болады кәдімгідей. Майя сөйтіп, Ераның. Сөйтіп жақсы семья болып кетеді кәдімгідей аналар. Сол міне көріп отқандарыңыздай, басы неше түрлі жағдайдан басталады, арт жағында осындай семья болатынын кім ойлаған. Енді бастысы қаншама адамдар сөз айтса да, егер бір-бірін адамдар ұнатып тұрса, үйленгені дұрыс шығар деп ойлаймын. Сол үшін де обсуждать ете бермеңіздер. Қазір Райым мен Ерке Есмахан деп айтып жатыр, мысалы, несі бар, үйтті, бүйтті, пәленбай жас аралары, 12 жас деп. Оны ешкімді әңгіме қылуға болмайды. Екеуі бір-бірін ұнатып, басты мақсат ол бір-бірін ұнатып, некесін қиса болды. Үйтті, бүйтті, жасы, баласы, мамасы деген әңгімені қою керек та. Ол ұят нәрсе. Бір-бірін ұнатып тұрса болды, главный адамдар деген шаруасы болмау керек ешкімнің. Зина жасап жүрген жоқ, неғылып жүрген жоқ бастысы. Бастысы үйленіп некесін қиды да. Ол кәдімгідей некесін қиса болды, ешкім әңгіме айта алмайды оған. Өздері шешім қабылдады, өздерінің өмірі. Ұнамаса қарамай ақ қою керек та. Өзінің өмірі өзі біледі. Әркім өзінің жүрегінің қалағанымен болғысы келеді. Міне енді арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер, сау болыңыздар.